Бүгін сенбі демалыс күні ғой деп ұйқымыздан асықпай тұрып, енді таңғы шайымызды ішейін деп отырсақ, үйге қайнапшелерім қонаққа келейін деп жатырмыз дейді. Өлә, үйім шашылып жатыр дедім де тез жинауға кірістім. Өз қайнапшелерім жылына 4 күн етіп бір рет қана қонаққа келеді. Bir келген кезде құр шаймен шығарып тастаған жарамас дедім де дереу қазанымды ағыл бастым. Мен үшін ең оңай ара, ең абыройлы тамақ өзіміздің кәдімгі ұлттық тағам ет қой. Қазанға етті саласың, ет пісем дегенше басқа да шаруаларын жасап жүре бересің. Менімен келісесіздер ме? Келіссеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Қонақтардан ұят болмасын деп бала-шағамен арпасып жүріп тірлік жасап жүрмін әйтеуір. Осы тұста сіздермен бір лайфхакпен бөлісейін. Аяқ асты қонақ келіп қалған жағдайда қайнап жатқан етке осылай сарағашты құйып жіберсеңіздер, еттеріңіз жылдам пісетін болады. Мен үйге қонақ келе жатыр дегеннен бастап ең бірінші қазанға ет салып қоямын, одан кейін қамырымды елеп жайып морозилкаға салып қоямын. Сосын барып басқа тірліктерімді істеймін, үйімді жинаймын, кірімді жаямын. Тура қонақтар келіп жатқан кезде қамыр жайып әуре болып жүрмейтін боламын. Видеода байқаған болсаңыздар, мен қамырды сүтке иледім. Алдыңғы бешбармақтың видеосында қамырды сүтке илеген үшін әбден сынға қалған болатынмын. Негізінде сүтке иленген қамыр езілмей әдемі түседі, әрі дәмі де ерекше дәмді болады. Сіздерге де солай сүтке илеп көруге кеңес беремін. Таңғы шайдың ыдыс-аяғын жуып болам дегенше қамырдың июі әбден қанып қалыпты. 2 зуала қамырды да дөп-дөңгелек жұп-жұқа етіп әдемілеп жайып алдым. Мен осы шаңыраққа 18 жасында келін болып түскенмін. Қазір Аллаға шүкір 2 баланың анасымын. Күйеуім отбасында 4 ағайынды, ұлдардың ішіндегі ең үлкені менің күйеуім, яғни мен осы үйдегі ең үлкен келінмін. Ең үлкен келін болғаныма қарамастан, қара шаңырақта ата-ененің қолында тұрамын. Осы инстаграмға кіріп қалсаң, психологтардың көбісі әр отбасы бөлек тұру керек деп жатады ғой, әсіресе жас отбасылары бөлек тұру керек деп айтады. Негізі ата-ененің қолында тұрғанның өзінің плюс-минустары бар. Ал сіз қалай ойлайсыз, комментарияға жазып кетіңіз. Әр отбасы бөлек тұру керек па, әлде ата-ененің қолында тұрған дұрыс па? Ой, бұл үйде нан бітіп қапты, қазір қонақтарым келсе үйде нан жоқ па деп тез нан ашытып қойдым. Қалған құтқан айрандарды тастауға обал деп осылай нан ашытып жіберемін. Нанды тез ашытып, бетін жақсылап жауып жылы жерге қойып қойдым да, нанның көтеріліп ашығанша біраз тірлік істеп тастайын деп үйімді жинап даламды сыпырып алдым. Инстаграмдағы блогерлердің жасанды жаттанды идеальный өміріне жалғасаңыз, менің блогымды көруге кеңес беремін. Өйткені бәрі менде боямасыз, шынайы ауылда қара шаңырақта қолда тұратын келіннің күнделікті тіршілігін көрсетемін. Жай көрсетіп қана қоймай, күнделікті тіршілікті керек кеңестерді көрсетемін. Сонымен қатар менің YouTube каналымнан үйдегі бар заттардан, қолжетімді заттардан жасалатын түрлі өте дәмді тағамдардың жасау рецептілерін таба аласыздар. Сонымен қатар қалай сиыр сау, қалай ұйытқымен айран жасау, құрт, ірімшік, май пісуді көрсететін боламын. Үйдегі қалып қалған қатқан нандар тастауға обал деп осылай сиырға беру үшін суға жібітіп қоямын. Мен бір айналып біраз тірлік істеп болам дегенше нанның көтеріліп ашып қалыпты. Тез противеньге орналастырдым да бетін жауып көпсігенше қалдырамын. Нанды осылай біраз көпсітіп көтеріліп алып пісірсеңіздер, өте дәмді, көтеріліп жұмсақ әдемі болып пісетін болады. Қайнапкемнің сабағасы деп жылқының жілік еті, қабырғаны және қазыны салып бастым. Сонымен қатар қойдың құйрық майын қосып ассаңыздар, бешбармақ өте дәмді ерекше болып шығады. Мен негізі ет асқан кезде картоп пен сәбіз салып жіберемін, солай маған ұнайды, бірақ алдыңғы видеода солай жасағаным үшін біраз сынға қалған болатынмын. Ал сіздер ет асқан кезде картоп пен сәбіз саласыздар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Қамырымды морозилкадан шығарып, қайнап жатқан еттің сорпасына бірінен кейін бірін салып пісіріп алдым. Қамырым қайнап піскен кезде осылай бір кесе салқын суды құйып, қамырымды сүзіп аламын. Алдыңғы видеода осылай жасаған үшін тағы да сынға қалған болатынмын. Bir қазан қайнап жатқан сорпаға бір кесе салқын суды құйғаннан сорпаның дәмі бұзылады деп ойламаймын. Қамырды осылай бірнеше мәрте сілкіп аламын да тұздықты құямын. Байқасаңыздар, тұздыққа мен қызанақ салған болатын, біздің отбасымызға солай ұнайды. Негізі тамақты нақты былай жасау керек деген заң жоқ қой, әркім өзіне қалай ұнайды, солай жасай береді. Турап алған етті қазыны қамырдың үстіне орналастырып, дастарханға қонақтарға ұсындым. Бұл менің қайнапкем, яғни қайнатамның ең кіші қарындасы. Осылай бала-шағамен улап-шулап арқа-жарқа әңгімемізді айтып тез тамағымызды ішіп алдық та, сосын қонақтарымды шығарып салып, осылай үйіліп тұрған тау ыдысты жуып алдым. Ыдыс-аяғымды жуып, үйімді жинастырып болғаннан кейін, үлкенімді аяқпен тербетіп, кішімді бесікке салып ұйықтатып алдым да, өзімді ұйықтап алайыншы деп арам ойлап, қой дедім де орнына атып тұрып, бағанағы бешбармақтан қалған қамырды етті нарың турап қойдым. Шынымды айтсам, нарынды әспеттеп жұқа қылып турап отыруға мүлдем уақытым болмады, осылай асығыс тез турап тастадым. Осылай нарын турап отқан кезде кештеп атып қапты, әлі сиыр сау керекпін деп ойланып отырмын. Ең бастысы кешкі тамағым дайын ғой, соған мәзбін әйтеуір. Менің бір күндік блогымның үзінді сіздерге ұнады ма? Егер ұнаған болса, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, сіздерге пайдалы болғаныма қуаныштымын.